Hey, сәлем достар, сендермен бірге мен Нореке. Бүгін біздер Майнкрафтта жаңа летсплей, яғни выживание бастайын деп жатырмыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Выживанияның жалғасы шықсын десеңіздер, подписка етіп, комментарияға келесі бөлімдер деп жазып кетіңіздер. Ал болса бастайық. Бірінші болып ағаш жинаудан бастаймыз біз. Ағаш жинап болғанымыздан соң верстак, топор, меч, кирка істейтін боламыз. Енді біздер блоклар істеп алуымыз керек. Блок істеп болып, стек істейміз, одан кейін барып верстак істейміз. Верстактың ішіне кіріп, кирка, топор, меч істейміз. Енді топор менен верстагымызды қайтып аламыз. Енді ағаш сындырып бастай береміз тағы да. Енді біз қой іздейміз. Яғни жүн. Себебі жатақхана істеуіміз керек болады. Қойлар қазіргі көрінбей жатыр. Енді жердің астын қазып тас алатын боламыз. Ойын кішкене қатып атқан болса кешірім сұраймын. Ема достар, темір шықты астынан. Енді соны бірінші болып біз тастан кирка істеп алуымыз керек болады. Одан кейін барып темірді алатын боламыз. Кирка істейміз. Енді барып жаңағы темірді алуымызға болады. Ема достар, астында көп екен темірдер. Бәрін алып кетуге тырысамыз. Мейлі достарына екеуі қала тұрсын. Оны кейінірек алатын боламыз. Енді біз кішкене жай істеп алуымыз керек болады. Ағаштар аламыз, блоклар. Енді кішкентай жай соғамыз. Қазірге келесі бөлімдерде жайымызды үлкейтетін боламыз. Тез-тез соғымыз керек болады. Себебі әзір түн болып қалса мобтар шықпастайды. Мобтар шықпастан бұрын үйімізге кіріп алуымыз керек.
Мобтар шықпастан бұрын тез-тез істеуіміз керек. Енді жоғары бетін істейміз. Менің қасымда Нұрбол отырыпты. Сәлем достар, мен Нұреген қасында көріп отырмын. Біздерге ағаштар керек болады. Тағы да. Ағаштар көп етіп алуға тырысамыз. Енді блок қыламыз. Енді соның үстіне қойып бастаймыз тағы да. Қоямыз. Ар жаққа ойылып кетті ғой. Үстіне қоямыз. Қоямыз. Осы болады деген үміттемін. О, алма шықты теректен. Енді верстакты қойып, есік істеп аламыз. 3 есік береткен біздерге. Енді есікті қоятын боламыз. Есікті қоямыз. Үстіне тағы да бір қоямыз. Енді жоғары бетін жауа беруге болады бізге. Қазірге осындай кішкентай болса болып тұрады. Келесі бөлмелерде нәхан қылып соғатын боламыз. Енді мына жерге верстакты қоямыз. Бізге пеш істеуіміз керек. Пеш істеу үшін біздерге булыжник керек болады. Булыжниклерді жинап аламыз. Көп булыжник керек болады. Осы 3 булыжникті алып болғанымыздан соң болады пеш жасаймыз кейіннен. Жоғарыға көтерілеміз. Мына жерді сындырамыз. Жер алып аламыз, жерменен жоғарыға көтерілеміз. Тағы да керек емес кирканы тастаймыз сол жерге. Киркада ағаш қой. Ол да жана береді.
Енді бізге қой үзілуіміз керек. Мына темір бітіпті, соны алып аламыз. Енді қой үзілуіміз керек болады. Майо достар, қой деген жоқ. Бір қой көрдік, бәрі біреу жетпейді, үшеу керек бізге. Достар, келесі бөлімдерде шахтаға баратын боламыз. Мынаны өлтірейік. Достар, ана тез жүгіреді ғой, қашып кетті. Мейлі кете берсін, түн болып қалды. Енді пешімізге жаңағы темірді тағы да қоямыз. Бірінші біз стейк істеп алуымыз керек. Темірді қоямыз. Қоямыз тағы да қоямыз, тағы да. Бәрін қойып тастаймыз. Енді сыртқа барып ағаш алып келеміз. Тез, мобтар өлтіріп тастамаса болды. 2 ағаш немесе 1 ағаш жетеді деген үміттемін. 2 ағаш жетеді. Енді қашамыз үйге қарай. Енді оны блокқа айландырамыз. Енді асты бетіне ағашты қоямыз. 4-еуін де қоямыз. Мейлі қазірге 2-еуін қойып тұрамыз. Достар, осыменен видеомыз аяқталды. Келесі бөлімдерде шахтаға барып, 2-ші этажға көтеріп, басқа да заттарды істейтін боламыз. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Келесі бөлімдерде көріскенше сау саламат болыңыздар.